Ассалаумағалейкум. Бүгін Алматыда жаң бар. Шашым бәрі суық қабет, бірақ Бейни ханым деген шашты ретке келтіріп берді. Мына жақта Женя. Приятного аппетита. Спасибо. Достар, Сифики, қайырлы күн, қалайсыңдар? Айтпақшы, бүгін біз ортаға шығатын боламыз. Сол себепті эфирді жіберіп алмаңыздар. Күндеріңіз сәтті өтсін. Бабушка, тетялар. Алар жалып жасап жатыр. Не дейді? Жалып жасап жатыр. Не дейді? Саған не деп жазады адамдар? Айта берейін ба? Проститутка дейді. Саған не деп жазады? Мам, мыжың. Мызың деп жазады ма? Маған Асхат саған не деп жазады? Аселяға баламен өліп қалды екен. Мен вообще ондай алмаймын негатив. Саған сөйтіп жазады ма? Достар, олай жазбасаңыздар. Жақсы адамдар негізі. Негізі жақсымыз, иә. Біз кейде масканы бір-екі сұраққа таққанға жалып жасай береді. Пайыр қараңдар, сосын осылай жұмыс істейді жалпы. Аяқ полностью қымталанып алынған. Сақтықта қорлық жоқ дейді ғой енді. Барлығы осылай киімге комбинезондар. Ешбір ашық жері жоқ. Құрметті достар, бүгін біздер дүйсенбі әдеттегідей қатысушыларымыз мына жақта фотосессия болып жатыр. Біздің фотомодель Остин KZ-тің бренд амбассадоры кукла. Мына жақта бір кукла қыз, бірақ басындағы коронасын шешіп тастаған екен. Әдем болып, всегда әдемсіз ғой, мис қосылақ екеніңізді бәрі біледі ғой зато. Санжар бізде миллион подписчик болды ғой ютубта. Күшті, иә? Ары қарай оқырмандар, көрермендер өсе берсін. Өйткені мынандай керек жоба Қазақстан еліне, мемлекетіне бір бастарыңыз екеу болып, оқырмандар Сен де басың екеу болып. Менің де басым қосыла берсін. Және де белгіні дұрыс тапқан адам, Инстаграм желісіне бірінші жазған адам, спонж алматысын Волфака. Санжарға қандай қыз бұйырады екен, иә? Негізі анау Барбидің кені болады ғой, кен ғой, иә? Примерно на общемізге ұқсаса. Зухраға ұқсаса, иә? Бірақ жасырақ болу керек, ба? Жақта екінші фотограф. Қалың қалай, Әлбинажан? Жақсы, қалай дейм алдым? Көзіңе линза емес екен, линзаға ұқсап кетті көзің. Бізде миллион оқырман болды ютубта. Не, Ержан тиісіп отыр ма, не? Жоқ, бүйтеді, сурет кесек дейді. Фантазиямен. Не, фантазиямен, сен алысқа қарап кете маған бірдеңе көрсетеді. Анау сен анау love story түсіретін кезде естіп қарашы ана жердегі. Қойшы Ержан. Ада бір өлең бар ғой, фантазия. Иә. Мына жақта тағы бір фотосессия болып жатыр. Мистер и миссис Смит дейді. Екеуміз мистер и миссис Смит дейді. Ал көрейік қалай билейді екен. Қарай қал. Бір, давай. Асхат күшті болып тұрсың, Салта күшті болып тұрсың. Аружан қалайсың? Апан өзінше? Жақсы өзің қалайсың? Күшті болып тұрған. Жаңбырдың астына қалдым. Бәсе шашың су болып тұр. Потом қардың астына қалдым. Сен всегда настроениең күшті ғой, негізі. Асхат қалайсың? Күштімін, рахмет. Сен всегда образың күшті. Тойға баратындай кейін болған. Сол ғой, бас құдалар құсап. Құдаларың сен ядыр үміткеріне. Қалайсың, Аружан? Қалай дейм алдың? Точно ма? Көңіл күйің дұрыс па? Точно ма? Жыламайсың ба енді? Жыламаймын. Көрейік, иә? Сөз бересің ба, или? Сөз бермей-ақ қой. Айтқан боларсың ба? Айтсам келген еді. Бәрін айтып тастадың, иә? Ішіндегі бәрін шығарып тастадың. Ал билеңдер, ал көрейік ал. Біздің түф! Маңдайыңа не болған, Нұртас? Көрініп тұрман. Иә. Еске сол. Өтірік айтпашы. Мысықтырын алып деп қойсашы тағы да. Еске. Қалай дейм алдың? Дұрыс па бәрі? Маржан ханым қалайсыз? Жақсы, өзіңіз қалайсыз? Жақсы, шүкір. Қалай дейм алдыңыз?
Бәрі дұрыс па? Неге настроениең жоқ сияқты бүгін? Өтірік күліп тұрған сияқтысыз кішкене. Жарайды. Бүгін 14:30-да Еуразия бірінші арнасын көріңіздер. Бізде миллион оқырман болды YouTube'да. Миллион адам. Күшті, яй? Қандай керемет, я. Қысқа мерзімде бір жыл уақытында, бір жылдың ішінде, бір жарым жылдың ішінде. Это очень круто. Күшті, я? Біз Населек қалай демалды екен, Населек? Жақсы, шүкір. Қалай демалдыңыз? Кеше видеоларыңызды көрдім, үміткеріңізбен түсірген тура кәдімгі актрисасыз ғой сіз кәдімгідей. Жоқ, баяғыда басқа видеоларда білінбейтін баяғыда шынайы. А қазір кешегі видеода басқаша болып тұрсыз. Рөлға кіріп кәдімгідей. Бізде миллион оқырман болды. Бәріне мақтана берсең, е? Ағылан қалың қалай? Жақсы. Кеше Ағыланның видеосын көрдіңіздер ма? Переходты айтпайсыздар ма? Тура білінбейді вообще. Тиктокер. Жоқ, күшті сондай тикток түсірсең, вот керемет. Қалай демалдың? Көңіл күйің қалай? Бәрі дұрыс па? Аяғында етік осы етік болса, значит көңіл күйің дұрыс қой. Бүгін 14:30-да Ағыланмен бірге көріңіздер. Рамазанға барайық. Рамазан қалың қалай? Костюмің күшті жарасып тұр екен. Неге? Бір мәселе. Эфирде айтасың ба? Жеке ма ол? Не бұл? Лейла ма? Жай, стористі үшін айтып берақ. Қалайсың, Ержан? Жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Маған негізі Ержан стористі өшіріп тастады. Оны айтпайды ғой. Қалайсың? Қалайсың, Мөлдір? Дейді саған Ержан. Ержан айтып отыр. Ержан айтып жатыр. Не айтып жатыр? Қалайсың дейді саған? Қалайсың, Моля? Негізі Мөлдірдің сторисін көрдің ба? Бар, айтып жатты ғой 19 жасар қыздың әңгімесін. Мен кінәлап кетті барлығы. Сен айтқан кезде аман қалады. Мама құдай сақтасын. Жарайды, ол қозғамай қойық. Ол тақырып сосын айтып беремін. Мөлдір бүйтеді. Элеонора қалай? Жоқ, сен Мөлдірді айтар ма? Элеонораны сұрап жатырмын, қоймайды ғой тегі Мөлдір деп. Элеонораны әдейі ашуландырып айтады ғой. Әдейі айтады ғой деймін, кажется, иә? Ұнайды екен ашуландырған. Қотса не қай? Баяғын еске алып. Элеонорада Баяғын еске алып дейді. Астарыңыз дәмді болсын. мамочкеге жүрсің ғой. Рахмет. Қалайсың, панда? Нұрзат сені ренжітіп жүрген жоқ па? Ренжітсе айтты, иә? Екеуің телефонға бастарын кіріп кетпесін, аха. Астарың дәмді болсын, пока.